басқарманың бағыты өте керемет, екіншіден жан-жақты. Неге десеңіз, осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас жарғысына діни құндылық және де салт дәстүр деген сөз енді, көрдіңіз ба? Бұл біздің қазағымыздың салт дәстүрін, әдет ғұрпында, яғни тастамай, біргелкі қазірге осы талас болып кетті ғой, жаңағы араб танып бара жатыр деген сияқты. Міне осы мәселені де сол кісі қаперінен қалдырмай сол бағытқа қойды. Содан кейін әр жылды атауы салт дәстүр жылы немесе жаңағы діни біліктілік жылы деген сияқты әр жылдар солай аталады. Бұның барлығы ақсап тұрған жерлерді тез-тез қуалап түзеп алуға септігін тигізіп жатыр. Алғашқы кезде есіңізде болса, Иман деген журнал, Ислам және өркениет деген газетіміз болатындығын, кейін ол Мұнара газетіне ауысты. Апта сайын подшипка жасап, соны былай цикл-циклмен оқып отырған адам кәдімгі бір институттың білімін алады. Керемет мағлұматтар ішінде, көрдіңіз ба? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының барлық мақсаты ауыз бірлік, ынтымақ, елдің ынтымағы, елдің бірлігі, елдің тыныштығы. Ғұламалар аспандағы жұлдыз сияқты. Адамдар жұлдызға қарап жаңағы бағыт-бағдар алып жүрген сияқты, бұл ғұламалар бағыт-бағдар береді. Енді өзіңіз ойлаңызшы, бір елде ғұлама болмаса, ол адам басқа жаққа тәуелді болып, анау не дер екен, ана кісі не дер екен, ана кісінің көзқарасы қандай екен деген сияқты қарайды. Ал енді бір пәтуа беру үшін сол жердің жергілікті жағдайы бар, тұрмыс тіршілігі бар, психологиясы бар, немесе олардың әдет ғұрып салт дәстүрі бар, соның бәрімен санасу керек. Сол себепті біздің ғұламаларымыздың өз ісімізден шыққаны ол үлкен бір жетістік.